айтайын деп жатыр деп. Соны байқамай қалдым. Айжан ұрсатын болды. Прямой сақтамадыңыз ба деп. Бір сағат болды ғой, қыздар. Жалғастырамын ғой қазір. Шамал кірсін. Су ғой, сол сақталмады ғой. Бірақ Айжан, сохранить видео дегенді бастым, сақталама. Мен Айжаннан қорқып отырмын, ұрсама деп. Менің бастығым Айжан ғой. Ұрсады Айжан маған. Сохранить видео дегенді бастым, бірақ білмедім. Сақталды ма, сақталмады ма? Анау айтады ғой, эфир бітуіне 1 минут қалды деп, соны көрмей қалдым. Енді жүрегімізбен кірісіп кетеміз ғой біз. Айжан ұрсады шығар енді. Өткенде де сақтамап едіңіз, Нұргүл ханым деп. Ертең тағы өтіп берем да енді. Бірақ сохранить видео деген басқаннан кейін болатын шығар. Мен шашымды вообще құртып тұр ғой, 20 мыңға кеткен видео, немай шашымай. Вообще қап-қара кеткен ғой мына жақ. Сержан жолдасым айтады, что сен шашың қап-қара ғой дейді. Ол қараны жек көреді, саған жараспайды қара деп маған ұрсады. Плавно деп, қақтың плавнысын ол. Қазір не алам, кішкене не қылсын, 500-ге барсын. 241 адам отыр. Эфирді сақтаймын ғой енді. Кеттік. Шашым үшін абылайын. Просто шашым көріп, масқара. Солай қыздар. Барлық сізден басталады. Енді шартты айтайын, құрсын. Қыздар, медреттейміз, Медреттейміз. Ойға байланысты барлықтарыңыз. Мен осы жердегі барлық адамның, мысалы, осы жерде отырған қыздарымның барлығында, например, барлығын жетіске жететін 100% көріп тұрмын ше. Көкпел болып кеткен мен деп атсам ба? Қызып кетіп сол қолмен жазу керек, қыздар. Сол қолмен алу керек. Қыздар, көрдіңіздер ма? Осы бақты бағалай білген адам, бағын бағалай білген адам, қыздар, осы жердегі 100% адамның барлығы, қыздар, успехқа жететін біліп тұрмын мен, бриллиант болатын біліп тұрмын, қыздар. Просто қыздар не ғой, сіздің жасауыңызға байланысты да. Енді мен сіздерді білмеймін, қандай комфорттағы адамдар екеніңізді. Бірақ мен сіздерге айтып жатырмын, ол комфорттарыңыз ше, сіздің қазір жүрген комфорттарыңыз. Енді сіздерде қандай комфорт болуы мүмкін? Қарызыңыз болмауы мүмкін, кредитіңіз болмауы мүмкін. Енді қазақтағы ең күшті нәрсе кредит пен қарыз болмау ғой. Ол, қыздар, вообще өмір емес. Өмір деген, қыздар, бриллианттан басталады ғой, прям, қыздар, вообще күшті, любой жерде, например, жаңа сөзімді аяқтамаппын. Мысалы, мен күйеуім тапқан ақша болатын болса, 2 миллион да, сол ақшамды көрсеттім де айтпай кеттім ғой, ақшам күйеуімнің ақшасы болатын болса, мен 800 мың теңге ешқашан тісім жасатпаймын. Енді кеше ғана, кешегі 700 мың теңге. Общий тісім 2,5 миллион теңге болды. Сіз күйеуіңізге айтыңызшы, 2,5 мың теңге тісім жасатам деп. Айналайын. Демал дейді ғой, айналайын. Сен қисық тіспен жүре бер, мен саған қарасам болды емес па? Какая разница саған түсу тіс деп, қыздар? Ал бұл жерде, қыздар, уже свобода. Енді уже сіз миллиондар тауып бастаған кезде, миллиондар тауып бастаған кезде, уже күйеуіңіз де миы өзгереді, қыздар. Сіздің әдем болу керек екеніңізді біледі. Сіздің уже адамдардың алдында жүретініңізді біледі. Біздің бизнесті айтамда, той, шіркінай, бір шар салғым келетіні, қыздар. Мен бітіп қарап отырам да блогерлерді. Например, біздің бизнеспен, мысалы, мен осы бизнесім болмаса, мен ешқашан блогерлік бола алмайтын едім. Өйткені, қараңыздар, блогер болу үшін, қыздар, блогер болу үшін бір күшті нәрсе жасай алуың керек. Мысалы, Мамасита спортсменка, кәдімгі спортты күшті, мысалы. Енді блогерлер көп, біреу ана Бонди деген бар ғой, өте күшті тамақ жасайды.
салаттар, өте күшті торттар жасайды. Әй, мен табиғатында жоқ спорт, менің табиғатында жоқ мысалы тамақ жасау, мен блогер боламын десем, и мен елдерге солай көрсетсем өмірімді да, например, ал мені өмірімде ешкім көрмес еді. Ал қазіргі таңда қыздар, мені 3000 адам қарайды. Енді мен 3000 адам мен үшін уже жақсы деп ойлаймын да. Күніге мен 3000 адам қарайды. Например, да, мен миллиондар таппасам, қыздар, миллиондар таппасам, маған ешкім менің өмірім қызық емес. Ал қазір 3000 адамның барлығы осы мен енді командам шығады деп ойлаймын. Аркете 24 Diamonds команданың несі да, қыздар. Оларға әйтеуір мен үлгі болып отырмын ғой. Мен не үшін көрсете беремін? Мен соларға бір мақтанып, бір емес. Но енді мақтанам, ал мақтаншақ десеңіздер, мақтаншақ деңіздер. Өмірім солай не істеймін енді. Мен де ішім пісіп өліп бара жатыр. Маған да рекорд керек, маған да енді бренд керек дейді ғой. Енді мен біреулерге бренд емес шығар. Маған қарапайым мұғалім адамдарға мен брендпін мысалы. Соны мен айтам да, алла енді өте қатты қуанам да. Мен осым арқасында өзім бір блогер болғым келіп кетеді да. Мен болашақта спокойно блогер бола аламын. Өйткені мені қызықтыратын нәрсем болады. Например, да, мен өзімнің продукцияларыммен қызықтыра аламын. Көрінгенді жақпаймын бетіме. Ертең алла қаласа, мен былай ойлап отырмын. Мен сізден еш нәрсе жасырмаймын ғой. Например, ертең тісім бітеді, примерно тағы 700 000 теңге кетеді. Пока үнімді шығармаймын, тісімді істетіп аламын. Енді шашымды құртып қойды, шашымды тағы да бір реттеп істетіп аламын. Содан кейін мен уже неге спортный комплексный спорт бар ғой, сондайға жазыламын. Ішінде мен өткенде Райыл Төліппа бір күшті жерге бардым. Но примерно адам басына 1 000 000 теңге. Ол абонементті бір жылға жазылып қоясың, и қай уақытта барсаң да бара береді. Мен отбасымен сол жерге жазыламын. Мен таңертең барып йогасына қатысып, прям күшті болып кетпесем де, қыздар таңертең жүгіріп, жаңағы массажына барып, сондай сияқты қыздар. Стиль жизнь көрініп отырсыздар ма, қыздар? Сондықтан да қыздар, осы жерде бүкіл нәрсені армандай аласыздар. Осы жерде бүкіл успех, бала шағаңызды да еш нәрсені уайымдамайсыздар. Қыздар, осы жерде барлығын кешіре аласың. Осы жерде өйткені сіздің көңіліңіз тоқ. Мысалы, қандай адамдар ашуланшақ болады? Мен бұрын сондай айтамын. Мен ақшам жоқ адам, кредиті көп адам, қарызы көп адам ашуланшақ болады. Ал қазір, когда сізде 1 000 000 теңге 21 күн сайын түсіп тұрған кезде, 2 000 000 теңге 21 күн сайын сіздің не дегеніңіз орындалып тұрған кезде, қыздар, саған барлығы уже не болады? Оңай болады да, қыздар. Барлық нәрсе оңай болады. Түсініп жатырсыздар ма? Жақсылыққа жету де оңай, жақсы нәрсе ойлау да оңай. Мен ойлайтынмын бұрын, бай адамдар, арам адамдар, бай адамдар, оңбаған адамдар, бай адамдар, жаман министр, жаман президент, жаман сондай септик болған ғой, жаман сондай ше. Оказывается, қыздар, бай адамдар, министр адамдар, президент адамдар, олар милары жоғары адамдар. Түсініп жатырсыздар ма? Өзі 3 адамға бөлінеді ғой, төменгі сатыдағылар, орта сатыдағылар и жоғары сатыдағылар. Төменгі сатыдағылар қызмет жасаушылар, например, жүк тасушылар, бізге түрлі услугалар жасаушылар, ортадағы адамдар зиялы қауымдар, например, мұғалімдер, врачтар, ал жоғары қауымдар, уже олар өте үлкен имамдар, президенттер, министрлар, вице-президенттер, қыздар. Міне, сіздер қазір төменгі этаптасыздар ма, қыздар? Мысалы, Oriflame-де де сөйтіп төменгі этаптағылар 3%, 6%, 15%-ке дейінгі. Одан 22%-ке дейінгілер. Екінші этаптағылар 22%-тен бриллианттады дейінгілер. Үшінші этап уже президенттер. Міне, сол сияқты өмірде де, қыздар. Мына этапта жүрсеңіздер, қызметші болатын болсаңыздар, біреудің қол астында жұмыс жасайтын болсаңыздар, біреудің қолына лак жасап беріп, аяғын жуып, маникюр, педикюр жасап отырсаңыздар, қыздар, екінші сатыға өтуге ұмтылу керек. Ал Oriflame-да 22%, 3%, 15%, 22% па, золото қарай ыңғайлану керек. Золотасы па, уже бриллиантқа қарай ыңғайлану керек. Уже мен бриллиантпын ба, мен президентке қарай ыңғайланып жатырмын. Қыздар, бір жерде тұрған нәрсе, ол ағып жатпаған өзен сасиды ғой, түсініп жатырсыздар ма? Ол жерге бүкіл жыбырлаған нәрсенің бәрі келіп, қыздар. Ал қыздар, ағып жатқан су мөлдір болады, таза болады. Ағып отыру керек адам деген. Жақсылыққа ұмтылу керек. Жақсылыққа. Алланың мынау беріп тұрған бағын, қыздар, бағалау керек. Просто, қыздар, көзді жұмып тұрып жасаңыздар. 3 шарт сіздің алдыңызға қойып тұрған. 3 шарт сіздерге айтып жатқан жоқ, 10 шарт деп
айтып жатқан жоқ. Мысалы деймін да, мен қарап отырмын да, например, мен осы 3 миллион теңге айлық алуым үшін Алланың есебі бар. Мен мысалы 3 миллион теңге таза қалтама түсіп тұру үшін алдым. Мен 10 миллион, 20 миллионның оборотын жасап отыруым керек еді. Сонда маған 3 миллион теңге таза келіп қалтама құйылу үшін. Ал ол 10 миллион, 20 миллионның обороты айналу үшін, қыздар, менің сондай ақша құюым керек еді. Сонша персональный адамдарым болады менің. Сонша персональный адамдарға мен жауапты боламын. Айлығы болады, заттар жеткізіп беремін, помещение дайындаймын, оны тазалаушыларды дайындаймын, оларды реттеймін. Вы что, қыздар, ұйықтамайсың ғой ананы? Ал осы жерде, қыздар, Алланың сонша оңайландырып, Аллаға шүкір, Арифлеймді миыңызға құйып, осы жерге 3 миллион теңгені 30 мың теңгемен бастап жасайтын болғандықтан бақыттарыңызды бағалаңыздар. Сіз ешқашан 3 миллион теңге табыс тауып, рахаттанып отыру үшін, қыздар, рекрут оңай болмайды деген сөз. Отказдар өте көп болады. Артқа тартушылар өте көп болады. Негативтер өте көп, септиктер вообще көп болады. Қыздар, түсініп отырсыздар ма? Сондықтан да, қыздар, мына жерде миллионер болып, былай 3 миллион алып, шіреніп отыру үшін надо заслужить. Успехқа жету үшін, қыздар, надо заслужить. Успехқа жету үшін. Қараптан қарап, успех сіздің басыңыздан кеп жаумайды. Сіз соған лайықты болғаннан кейін ғана сіз миллионер боласыздар. Сізде ойламаңыздар, ой, қазір жасырынып отыра берем, қазір өйстіп, қазір анау пәленше рекрут жасаса, пәленше кім еді жаңағыдай спонсорым өз үшін 20%-ге шығарып берсін, өзі шығарып берем деп айтты ғой деп қойып отырсаңыздар, қыздар, еш нәрсе де жоқ. Сіз қашан өзіңіз успехыңызға жауап бересіз, қашан өзіңіз заслужить етесіз, вот бай боласыз, қыздар. Мейлі сіз 3 ай үйреніңіз, мейлі сіз 5 ай үйреніңіз, мейлі мен сияқты 8 айда үйреніңіз, қыздар, қайтпаңыздар. Мына жерден қайтқан адамдар, қыздар, бәрібір келесіздер. Маған күніге Аллаға шүкір, қазір көрсет десеңіздер, көрсетіп берем, просто ерініп тұрмын ше, мынаны ақтарып істеуге. Уақытымды кетіргім келіп тұрған жоқ. Күніге жасады. Мен жасап едім, 22%-ге шығып едім, қайтадан қосылсам болады ма? Мені группаға қосасыз ба? Өтініш, мен блокқа түсіп едім, шешіп беріңізші. Мен осы терминацияға кетеді деп еді, қосыңызшы. Неге? Кеттің ба? Кетпейсің ба ары қарай? Өйткені жүрек шіркін деген нәрсе бар бізде, қыздар. Кішкентай, жұдырықтай жүрек, қыздар. Сіздің миыңыз топас болғанымен жүректі алдай алмайсыздар. Жүрек біліп тұр мықты екенін. Міне, жұмырдай жүрек, қыздар, жұмырдай жүрек мына жердің мықты екенін біліп тұр. Сондықтан кетпейді. Сіздің миыңызға алып бара береді. Ай, успех алдыңызда тұр ғой. Жеңіл бизнес келіп тұр ғой. Европадан сізге бизнес план келіп тұр ғой. Неге жасамасқа? Неге жасамасқа? Неге жасамасқа? И сіз жүрегіңіз тыныш болмағасын ұйықтай алмайсыз. Нұргүлге айтсам қосатын шығар мүмкін. Қайтадан бастасам болатын шығар. Бәрібір, қыздар, келесіздер. Одан да, қыздар, бәрібір келесіздер болғаннан соң, қыздар, бәрібір келесіздер, иә? Одан да осы жерден жасау керек. Сіздер бәрібір келесіздер. Қазір кетіңіздер, иә, қыздар, мен сіздер ешкім ұстамаймын. Менің бір қасиетім, қыздар, ешкімге жалынбаймын, ешкімді ұстамаймын, қыздар. Өйткені сіз оны қалап тұрсыз. Мен миллион жерден жаным, күнім, қалшы, менімен бизнес жасасыз. Сен қазір өзгергенмен 6 ай сен үздіксіз жасаш, Алла саған береді. Золото болғаш, золотамен отыр, пассивный доход миллион теңгеден табыласың. Жылына 2 рет саяхатқа тегін барасың деп. Миллион жерден мен саған жалынайыншы, жалынған сайын сен қашасың. Сондықтан да мен қойшы осознанно кезінде. Мен мысалы осы жердегіше, мен шын айтайын. Өзімнің қазір золото отырған подружкаларым, сафирге жақын подружкаларым, мен кетіп қалған подружкаларым келді, 22%-ге шықты, екінші ветканы істеу керек екенін көрді, түсінді. Одан кейін ол өзінің проблемасы болды, өзінің жеке жұмысы болды, өзінің басқа тірлігі болды. Но енді ол жүрекпен қабылдамағаннан кейін, қыздар, ол кетіп қалды. Сөйтті дағыны, қыздар, оның жүрегі бәрібір мені көрді, менің успехімді көрді, менің дамып жатқанымды көрді. Қыздар, ол бәрібір істеу керек екенін білді, қайтадан келді. Қазір бриллиант болып шіреніп отыратын подружкаларым, қыздар, просто уақыттан туып, міндетті түрде шіреніп, бриллиант та болады, президент те болады. Но, қыздар, 1 жыл ұтылып қалды.
Мен оларға жалынуға болушы еді. Неге жалынбадым? Ал мен ол жалынсам, олар мені қашады. Қыздар, отношенияны бұзып алмаңыздар. Подружкаңыз келеді, туысыңыз келеді, туысқаныңыз келеді. 22%-ке бетіңіз ашық болсын, шарп беріңіз. Алып келдіңіз ба, қыздар? Алып келген адам 22%-ке шарп беріңіздер. Ары қарай уже сізге жасамай ма екінші группасын ары қарай? Қыздар, пока деп шығара саласыздар. Пока. Болды. Сен неменеге жазбайсың, сен неге шашың жұлып, отношениені құртып, сенің күйеуің маған өткен, сен оңбағансың, сен басында білген неменеге тіркелесің, керек жоқ. Егер мен сол кетіп қалған подружкалармен сол кезде солай ұрысқанымда, қыздар, қазір олар ешқашан келмеуші еді. Екіншіден масқара болатын едім, досымның, дұшпанымның алдында, күйеуімнің алдында, туысым алдында, қыздар, қалған подружкалардың алдыңызда. Сондықтан да қыздар, вообще отношениені бұзбаңыздар. Өзіңіздің, мен өзім, мысалы, ұрсатын адамдарым бар, например, ұрсатын адамдарым бар. Мысалы, жанын шығарып ұрсам, сен не, давай, сен не, миымды ашытпа, аузыңды жап, жаса, деп. Ал ұрыспайтын адамдарым бар. Өйткені ол адамдар менің сөзімді көтермейді. Мен ұрыспайтын адамға не қыламын? Мен болатын адам болсам, мен Әселге ұрсам, мен Алиге ұрсам, например, мысалы. Ал олар да, ол партнерларым да мен балаларым сақ. Ұқтама, екіге де ұқтама, екіге ұқтаған адам жетпейді. Мен успехқа жеткен адамның ерте ұқтағанын көрген жоқпын. Қуаныш Шонбайды қарай екіге ұқтайды, Нұрсынбаеваның жаңағы Құралайды қарай екіге ұқтайды, Пәленшені қарай екіге ұқтайды, Төленшені қарай екіге ұқтайды деп айтып отырмын. Ал мен группаға айтып жатқан жоқпын. Мен кім көрді менің группаға шығып, ұйықтамаңдар, екіге шейін ұйықтамаңдар деп. Сен аузың жап ұйықтама дейді. Кімсің сен дейді ғой маған? Өйткені олардың миы әлі жетіп отқан жоқ оған. Ал мына жерде айлықты көріп отыр, айлықты шытырлатып санап алып отыр, командасын ертіп отыр. Ал мен оларға ұрсаламын. Мен администрацияда жандарын шығарып, қуырып, жетпесі шығаруым мүмкін. Ал группада айтпаймын ғой мен оны барып. Группада өзінің астында партнерларын көрші, пәленше сен екіге ұйықтама деп айтпаймын. Жекесінде айтамын, немесе администрацияда айтамын. Администрацияда мен кәдімгі туған балаларым сияқты. Сол сияқты қыздар, әркім өзінің жолы болады, әркім өзінің бақыты болады, қыздар. Түсініп отырсыздар ма? Мысалы, сіздер күшті болыңыздар, администрацияға қойсам, ол жердегі мотивация мүлдем бөлек. Ол жердегі айтылатын әңгіме мүлдем бөлек. Ол жердегі талқыланатын тема мүлдем бөлек. Вот. Ал сіздер екінші ветканы 15 қылмайсыздар ма, ол жерге бармайсыздар. Екінші веткаға 15 қыламын, администрацияға кірем деп жүрген кезде сіз 100 000 теңге айлыққа шығасыздар. Ой, ол жерге кіріп аласыздар, ойбай жұрттар золото деп золото қалса, айлығыңызды 200 000 қыласыз. Жылына 2 рет саяхат. Ойбай дейсіз дағыны, ары қарай. Дейді, неге қуып кетті деп отыр ол. Қазір қыздар мен аларын бәрі бір минут. Мен негатив адамды. Дева, дұрыс айтасың, жұлдыз жоламауым дева. Күйеуім арыстан, мен девамын. Ойбай, тұра тұрыңдар, жандарым, күндерім, тұра тұрыңдар. Мен оқи алмай қалдым, тұра тұр. Көп кеттіңіз ғой, тәтсе дейді. Көп кетсем, көрмей қоңыз. Все. Нормально ма? Кетті қыздар. Енді сол сияқты қыздар. Сондықтан да үш бақыт. Енді мен не үшін айтып жатырмын бұның бәрін, қыздар? Жаңағы айтып ғой, 3 шартты сендер біліп отырсыңдар ғой, 3 шартты. Ми дайын болмай 3 шарт жасай алмайсыңдар. Сол үшін айтып отырмын. Неге қуып кетіп жатқан себебім өздеріңізден барлық нәрсе. Мен соны айтқым келіп отыр. Сіз дұрыс болмай, миыңыз дұрыс болмай, еш нәрсе болмайды. Мен қазір 3 шартты айтам. Осы күшті жасап кетсеңіздер көрем. 3 шартты жасау үшін ми керек. Оған настрой керек, оған қайсарлық керек, оған батырлық керек, оған адалдық керек, оған шыншылдық керек. Ал
отырып алып үш шартты жаңағыдегі десеңіздер кете бермейді, ол мимен байланысты қыздар. Кеттік. Жарайды. Кеттік қыздар. Аллай. Енді қараңыздар, үш шарт, үш шарт. Мен не үшін айтып жатырмын жаңағыдегінің бәрін? Мен миллиондарды бағындыруым үшін, қыздар, мен миллиондарды бағындыру үшін надо было заслужить. Сенің $1 миллион ақшаң болуым керек еді. Не, қыздар, менің көкем министр болу керек еді. Немесе мен папам президент болуым керек еді. Или надо было заслужить. Мен әкем не министр, менің көкем президент емес, менің $1 миллион ақшам жоқ, значит, я заслужила. Соңғы вариант. И сендерде де дәл солай. Сен 21 күн ай сайын 3 миллион теңгені бағындыруың үшін, 5 миллион теңгені бағындыруың үшін, сенде $1 миллион ақша болу керек. Сен бензин колонкаға дейма не дейді андай заправкалар, жан жақтан гелиус ашып тастауың керек. Одан мұнай деген ағып тұру керек. Не, сенің папаң президент болу керек, сен министр болуың керек. Немесе надо заслужить. Қайсы сізде қай вариант бар сізде? Таңдаңыздар өздеріңіз. Әкеңіз президент па? Папаңыз министр ма? Жоқ, $1 миллион ақшаңыз бар ма? Гелиусты жан жақтан ашып қойып, бензин мұнай құйылып тұр ма? Или заслужить етесіз ба? Сізде вариант жоқ. Надо заслужить. Ал неге надо заслужить? Неге надо заслужить? Қыздар, отказға надо заслужить. Түсініп жатырсыздар ма? Отказ – это наша работа. Отказ айтты ма, қыздар, қуанып ұшыңыздар. Отказ болып жатыр ма, қыздар, одан сайын да қайсарланыңыздар. Сіз какой-то біреудің сөзіне бола артқа қайтпаңыздар. Ешкімнің сөзіне мән бермеңіздер. Түсініп жатырсыздар ма? Миллиондарды сізге Алла осы вариантпен беріп тұр. Өйткені сіздің папаңызға министрлік шен берген жоқ, көкеңізге президенттік шен берген жоқ, сіздің қалтаңызға $1 миллион әкеп сап қойған жоқ. Значит, сізге служить ететін, Арифлеймға служить ететін бақ беріп тұр. Ол үш шарт. Осы үш шартты қашан сіз жүрегіңізбен менікі деп қабылдайсыз, сіздің жолыңыз ашылады. Ал ол Нұргүлдікі, ол Алтындікі, ол Гүлзиянікі, ол Розанікі дейтін болсаңыздар, қыздар, бізде болмайды. Маған шықпаңыздар, маған жазбаңыздар. Мен еш нәрсе жасай алмаймын. Менің сізге жасайтыным 22%-ке шығарып беру. Біз оны жасап жатырмыз. Сіздің жасайтын нәрсеңіз миыңыз болса 9%, 12%-тен бастап екінші ветка жасап, қыздар, алға қарай ұмтылу. Надо заслужить. Миыңызға нағыңыз. Миллиондар не надо заслужить, не надо заслужить. Мен 30 мың теңге шығардым ғой, мен папам президент болмай 3 миллион табайын деп отырмын ғой. Мне надо заслужить, мне надо заслужить, мне надо заслужить деп осы миларыңыздан ешқашан шығармаңыздар. Вот сол кезде миллионер боласыздар. Ал қараптан қарап сіздің оқ төбеңізден жаппайды, қыздар. Қияй десеңіздер, ауру десеңіздер, мен өзім не өттім, қалай жүрдім, мен солай айтып жатырмын. Үш шарттың бірінші, қыздар, шығынсыз бизнес жасау. Осы бизнесқа келген кезде менде бір тиын ақша болған жоқ. Осы жердегі барлық адамдардың айтатыны, менде ақша жоқ. Ал сіздің успехіңіз 150 балдан тұр. Сіздің 150 балыңызды жасамай, сізді Алла қолдамайды. Өйткені сіз қыздарына энергияңызды бөлесіз, міне прям тез шығады. 150 бал жасау керек. Ана жақтан айтып жатыр, қыздар 150 бал жасаңыздар, қыздар 150 бал жасаңыздар деді ма, қыздар? Сіз соған теріңізді шып еткізіп 150 бал жасауларыңыз қажет. Ақша жоқ, мен біліп тұрмын. Өйткені мен оның басымнан өтті. Не істейсіз? Сізге электронный каталог берді. Тастаңыз, на көршіңізге тастаңыз, на көршіңізге тастаңыз, на көршіңізге тастаңыз. На көршіңізге тастаңыз.
жұмыстағы коллегаларыңызға айтыңыз, жұмыстағы подружкаңызға айтыңыз, үш көше ары тұратын танысыңызға айтыңыз, бауырыңызға айтыңыз, барлығына прям сіз бүйтіп айтыңызшы, мен бір күшті бизнес бастадым, мен соған қолдау керек болып тұр. Бизнесті бастау үшін 30 мың теңге қажет, бірақ менде 30 мың теңге жоқ. Соған маған поддержка жасаңыздаршы деп, сен осылай айтсаң, осы состояниемен саған көмектеседі. Мен осылай шырылдап жүріп жасадым 150 балды. Мен шырылдап мектептің бүкілін айналып шығатынмын. Биологтарға баратын, өмір танымайтын, физиктерге баратынмын, химиктерге баратынмын, математиктерге баратынмын. Арамат алыңызшы менен өтініш. Мен 150 балл жасауым керек болып тұр. Мен каталогтағы бағасы мен барам, маған балл керек, маған ақша керек жоқ. Міне 10 мың теңгені 8 мың теңгеге алыңызшы, 1000 теңгені 800 мың теңгеге алыңызшы. Қыздар алыңыздар, прям шып терлеп осылай жүретінмін. Қыздар, мен сол 150 балл үшін ұйықтамайтынмын. 2-3 күннің ішінде каталог басталама, мен заказды беретінмін соған. Өліп тіріліп. Мен өзімнің қыздар, классымның, мен 4-ші классым как раз менің Венецияға түсіп жатқан, қарасам 40 мың теңгесі жинап қойыпты. Мен 30 мың теңге, білесіздер ма, ол қазіргі примерно 400 мың теңге сияқты мен үшін. 400 мың теңгенің қыздар 300 мың теңгесін бизнесқа салған сияқты. Білесіздер ме, мен қалай терледім сол үшін? 30 мың теңгесін салып, Алла, енді маған сол 30 мың теңгені қайтарып орнына қойым керек. 30 мың теңгенің винетканың ақшасы мені ата-аналар түтіп жейді. Түтіп жеп мені өлтіреді, мен 30 мың теңгенің ақшасын қойым керек деп. Тызылдап салдым мен, қыздар. Ал сол тызылдап салған 30 мың теңгем, қыздар, мен міне энергия бөлдім. Мен 30 мың теңгені уайымдадым, салдым ана 30 мың теңгені, терледім, тепшіштім. Ана пока 30 мың теңгенің қарызын алып, ана заказ беріп жібердім. 2 күннің ішінде ақша төлеу керек қой. Ақшасын төледім, ал заказдар келді. Мен ана 30 мың теңгені орнына қойғанша өліп кеттім, қалтырап тірілдеп. Энергия бөлінді ма менен? Бөлінді. Я заслужила? Вот заслужила. Алла маған сол үшін беріп тұр. Сіздер ойламаңыздар, ой, Нұргүл шірен отырып осылай қалтасынан ақша шытырлап 30 мың теңгені салып беріп, 30 мың теңгені, 3 миллион теңгені, конечно, ресторанда алып жүрдім. Я заслужила, қыздар, сол үшін жүрмін. Мен қазір ойлайтын шығар, мысалы мен туыстарым бар, енді ары кеткенде мамам бар, мысалы енем бар, мыналар неғып ресторанда жүр деп. Мен жүрем. Өйткені қыздар, оның астында мен 30 мың теңгені шырылдап қалай жасадым? Жоқ, мен жылап жатқан жоқпын, просто мен айтып жатырмын. Әрбір успехімнің артында, мысалы, мен қазір мысалы ойлап отырған шығарсыңдар, 20 мыңға несіне шашын боятады, құдайына шашын мен ақ бояп беремін ғой 5 мыңға деп. Например, неменеге жетісіп қос сотка ұстап отыр деп ойлап қалулар мүмкін. Неменеге үйтіп отыр, неменеге сөйтіп отыр. Қыздар, неменеге мынау табиғаттың аясында шіреніп жатыр. Мен жатам, қыздар. Мен жатам. Өйткені я заслужила. Менің көк, мысалы мен айтқан жоқпын ғой, енеме барып, немесе мамама барып, немесе бауырларыма айтып, немесе коллегама, немесе подружкам, мен бизнес бастай алмай жатырмын, 30 мың теңге берші деп айтқан жоқпын ғой ешкімге. Мен ешкімге айтқан жоқпын. Мен аузымды, мен күйеуіме де айтқан жоқпын. Мен ешкімге айтқан жоқпын. Мен, қыздар, бүйтіп жүріп таптым. Жүгіріп жүрдім. Деп таңнан кеше ана 150 балды жасамасам, как будто мен чатта сөйлей алмайтынмын. Өйткені мен қарабет сияқты көретін да өзімді. Неменеге 150 балл сал, 150 балл сал деп айтып отыр, өзі жасамай ма? Бірінші деп айтатын сияқты. Мен, қыздар, сол үшін мен қазір все себе позволяю. Мен мысалы таңертең тұрамын, и менің күйеуім оның барлығын түсініп біліп отыр. Менің қалай маңдай термен шықтым, оның барлығын қалай құрдым. Мысалы, ол 19 группада әрқайсында 50 адамдан есептей беріңіздер. Мен бір группаға жоқ 50 адам тіркеп отыр. Мен жай айтып отырмын, мысалы, 10 группаның өзі 500 адам, 20 группаның өзі 1000 адам ба, қыздар? Мен 50 адамнан да көп тіркеген адамдарым болған, например, да? Мен заслужила, и мен соған байланысты жүремін. Мысалы, мен ешкім айтамайды. Неменеге на футболканы 15 мың теңгеге аламын? Мен білмей отыр дейсіздер ма, 5 мың теңгеге футболка киюді? Қыздар, мен кием. Түсініп отырсыздар ма? Мен кием бұны. Мен шашым 20 мың теңгеге боятқым келе ма? Мен 20 мыңға шашымды боятам. Түсініп отырсыздар ма?
Мен рестораннан тамақ ішкім келе ма, қыздар? Егер де мен ішкім келсе, мен ішем. Өйткені, қыздар, мен заслужила. Мен соны қалай шықтым, қалай жинадым, қалай ұйықтамадым. Мен әлі де ұйықтамаймын. Мен группам қыздар білет, мен 3-те қыздар спокойной ночи, свет өшті жаттым деп жатам. Ары кетсе 2, например. Мен білмей отырсыздар ма, 23:00-де күйеумен құшақтап ұйықтауды. Барлық күйеулер 23:00-де ұйықтағысы келеді. Мен де күйеумен 23:00-де ұйықтасам күшті екенін білем, қыздар. Ал мен, қыздар, соның барлығын заслужить еттім, и мен қалаған нәрсем болады. Мен қазір өзім таңдаймын. Кіммен жұмыс жасаймын? Мен кіммен жұмыс жасамаймын? Кіммен подружка боламын? Кіммен подружка болмаймын? Өйткені я заслужила. Түсініп отырсыздар ма? И сіздер де заслужить етесіздер. Сол, қыздар, мен айтқым келіп жатқаны, қыздар, 150 балдың құны өте жоғары. Мен Алла куә, мен енді жүрегімен шын айтып тұрмын. Өмірімде осы компанияға келгелі айлық алсам да, разница стай алмасам да, не дейтін тағы да жағаға. Ой, сендердің айтатындарың бар ғой, 15%-тің отрыв алмасам да, мен ешқашан 150 балды үзген емеспін. Міне, Алла келіп төбемнен қойып қасын егер өтірік алдасам. Қыздар, ешқашан 150 балды жіберген емеспін. Мен, қыздар, осы успехқа 8 айда жеттім. 8 айда, қыздар, мен жүгіріп жүріп саттым. Жүгіріп жүріп, жан айқаймен прямо. Ана 150 балды жасамайынша мен ана командада отыруға намыстанатын, ұялатынмын. Мен әкемнен сұраған жоқпын, шешемнен сұраған жоқпын, ата-енемнен сұраған жоқпын, күйеуімнен сұраған жоқпын, подружкамнан сұраған жоқпын 150 балдың ақшасын. Мен терлеп жүріп жасадым. И Алла менің сол терлегенімді көрді. Ал сіз миллиондарды бағындырғыларыңыз келеді, Toyota мінгілеріңіз келеді, Астанадан 4 бөлмелі квартира алғыңыз келеді, бриллиант болғыңыз келеді, президент болғыңыз келеді, ал почему-то 150 бал жасағыңыз келмейді. Неге? Неге сіз 150 балды маңдай термен жасамайсыз, ал миллионер болғыларыңыз келеді? Мен жаңаден бері миды 1 сағат не үшін айттым? Ішкі жаңадегі жүректі не үшін айттым? Біреу айтып жатыр жаңа, миы жоқ қуып отыр деп. Қыздар, мен сіздерге айта алмай тұрсам, бірінші шарт 150 бал жасау үшін сіздер көршілеріңізге барасыздар дағы 150 бал жасай саласыздар дегенде мен айтамайды деп отырсыздар ма соны? Оның ар жағында түйсігіңіз, миыңыз қабылдамаса, сізге керек не сізге оны айтып маған? Оны и так чатта айтып беремін ғой мен сіздерге. 3 шартты жатқа біліп алғанбыз ғой бәріміз. Сайрап отырсыздар ғой. Ал сіз оның рухын білулеріңіз керек. Түсініп отырсыздар ма? Оның ар жағындағыны білу керексіздер. Сіз успехқа жетудің алғы шарты, қыздар, вот 150 бал. Осы 150 балды жасамайсыз ба, қыздар? Полежаевқа барыңыз, Гаглоевқа барыңыз, Васильевке барыңыз, менің спонсорым, өзімнің спонсорым Ғайзаханға барыңыз, любой адамға барыңыз. Сізде болмайды еш нәрсе. Болмайды. 150 бал жасауыңыз қажет. 150 бал, қыздар, терлеп тепшіп жасауыңыз қажет. Соның құндылығын сезінуіңіз керек. Надо, қыздар, заслужить. Түсініп отырсыздар ма? Сіз қашан заслужить етесіз, сіздің жолыңыз домаланады да түседі. Қиналыңыз. Қиналсаңыз да, қыздар, 150 балды үзбеңіз. Мейлі, рекрут жасамасаңыз, жасамай кетіңіз, 150 балды үзбеңіз. Сіздің қайтпай рухтанып осы өліп бар жатқаныңызды Алла көргеннен кезде айтады. Алланың өзінің несі бар. Мынағыз өліп бара жатыр. Мынаған бермесем болмайды екен. Бұған рекрутты берейін. Сүф деген кезде, қыздар, өздеріңіз звание ашып, өздеріңіз прям басыздар. Алла сіздің қиналғаныңызды білу керек. Алла, қыздар, қиындық, мен көп адамдарды қараймын да, ой, қиналып жатырмын дейді. Алла қиналдырмасын, қыздар. Қиындық деген, қыздар, сіздің балаңыздың дені сау болмаса, қиындық деген кезде сіздің деніңіз сау болмаса, жазылмайтын ауру болса, әке-шешеңіз ауырып жатса, мына соғыс болып жатса, дүрбелең болып жатса, жердің бетін су алып жатса, вот қиындық. Ал қалғанның барлығы еріншектік, топастық.
Оны қиындық деп айтуға болмайды. Екі аяғыңыз бар, төрт аяқ, екі қолыңыз бар, екі көзіңіз бар. Ешкімнің екі аяқ, төрт аяқ, алты көз жоқ қой, қыздар. Өзіңіздің еріншектікпен, қыздар, еріншектікпен елдің мазасын алмаңыздар. Мен уже сондай сөз жазып келе жатама, мен оқымаймын. Мен оқымаймын, оның еріншек екенін біліп тұрмын өйткені. Түсініп жатырсыздар ма? Сондықтан да тағы да үзіліп кетпесін. Мынаған қарай 150 балды неше реттен кейін айлыққа шығады дейді. Екінші веткаңыз 15 қылған кезде айлық шығады. Сол қыздар. Міне 150 балл. Мен сізге айтып жатқан жоқпын. 150 балды жасай берсең айлыққа шығасың деп. 150 балды үзбей табар-оборотыңыз жасап, елге сатып, айналдырып, Алладан сұрап, рекрут жасауға ұмтылсаңыздар, жолдарыңыз ашылады деп жатырмын. Мен сіздерге миллионер боласыздар деп айтып жатқан жоқпын. 3 затты жасамай миллионер болмайсыздар. Біріншісі 150 балл үзбей, екіншісі білім алу, үшіншісі рекрут. Білім алу дегеніміз, қыздар, мен айтады, ой қыздар, система жоқ, ешқандай да еш нәрсе үйретіп жатқан жоқ. Кімнің үйіне барып, кім үйретіп кетіпті? Қазір онлайн заман, қыздар. Сіздерге көрсетіп жатырық, айтып жатырмыз, все, үйренуіңіз қажет. Бай болғың келе ма? Папаң министр емес па? Көкең президент емес па? $1 000 000 ақшаңыз жоқ па? Сенде выбор жоқ. Третий вариант у тебя. Только осы 3 шарт үйрену ғана. Енді выбор жоқ қой сенде. Кедей болып отырасың, миллионер боласың. Кедей болып отырсаң, өзің ғана кедей болмайсың, бүкіл Үрімқыдағы кедей қыласың. Ал сізде Алла миыңызға қондырып Арифлеймді берді. Ал оны жасамасаңыз, қыздар, нағыз ессізсіз. Нағыз қассызсыз өзіңіз. Бала шағаңызды ойламайтын, өзіңіздің бір зона комфортыңыздан шыға алмай отырған адамсыз. Зона комфорттан шықпаған адам, қыздар, зона комфорттан шықпаған адам, ол кедей болып өмірден өтеді. Өте керемет сөз бар. Кедей болып туылғаннан ұялма, кедей болып өлгеннен ұял деп. Тем более Арифлеймшіки. Арифлеймға келіп тұрып, суйт бизнесті түсініп тұрып, прямой продажаны біліп тұрып, европалық жизньді біліп тұрып кеткен адам самый оңбаған адам. Қыздар, мен ешкімді зорлап ұстап отқан жоқпын. Сағат 12-ден 50 кетті. Мен тыңдайтын адамдарым бар өзі. Ешкімді зорлап ұстап отқан жоқпын. Покидайте, демалыңыздар. Мен ешкімді ұстап отқан жоқпын. Ешкімді ұстап отқан жоқпын. Мен өзім тыңдайтын 100 лидерім бар, сол 100 лидерім болса да мен отыра берем. Вот, қыздар. Барлығы миға байланысты. Миға байланысты десем, тағы ренжисіздер. А на самом деле это так. На самом деле это так, қыздар. Барлығы миға байланысты. Егер 150 балды маңдай термен жасамайсың ба, успех күтпесең де успех болмайды. Білім ал деген сөз, қыздар. Енді білім алуға тоқталып кетейін. Ешкімнің ешкім үйіне барып үйретіп кеткен жоқ. Мен Ғайза ханымды қай кезде көрдім? Банкетте көрдім. Ол кезде тек қана Нұргүл жаса, мен айтпай отырмайды ғой маған. Бірінші шарт үйтесін деп. Мына прямой тұр, айтып отыр, 3 шарт. Біз сіздерге айтып жатқан жоқпыз, біреудің үйін барып ысырып кет, мына жерге тазала, миыңа бірдеңені құй, мына білімді сатып ал деп жатқан жоқпыз бізге. Қарапайым 3 шартты айтып жатырық. Осыны үйрену керек. Қазір университетте онлайн, мектепте онлайн, бүкіл жер онлайн. Қыздар, мына сабақты телеграмда салып қойғанбыз, миллион рет қара, ютубта сабақтар тұр, миллион рет қара, прямой эфирға күніге түрлі лидерлер шығады, еріккеннен шықпайды, екінші беткасы 15-тен жоғарыла шығады, өзінің жүріп жүрген жолын айтады, көргенін айтады, тыңда, өзіңше болма, көкірегіңді жиыстыр, қыздар, болады. Конечно, көкіректерің көңінесте еш нәрсе болмайды. Дұрыс айтасыңдар. Сол сол. Білім алу сол, қыздар. Мен оны қысқа қайра саламыз ғой. Білім алу онлайн, ютубта тұр, прямой эфирға кір, телеграмда тұр, оқы, үйрен, біл. Болды.
рекрут жаса 150 балл. Каталогты қолыңа ал да, бүкіл танысыңа таратып шық. Не телефон арқылы, WhatsApp арқылы, сосын өтініш менен алып заттарды де, әрқайсысы бір шампуньнан, бір сабыннан алған өзіне 150 балл жинап алады. Оны айту оңай қыздар. Оны мимен қабылдау керек. 150 балдың не үшін түсіну керек адам? 150 балл жасағанда не болады? Алла сізді қалай қолдайды, соны білу керек. Түсініп отырсыздар ма? Солай қыздар, жігіттер, мақта жігіттер деп отқан сияқты ғой. Сол қыздар, енді үшінші шарт қыздар, рекрут. Біздің больной место, біздің жүрек. Сіздерге больной көп новичоктар жүреді алмаған, рекрут болмай жатыр деп. Ал неге рекрут болу керек? Мынандай ғой қыздар, тағы да 3 вариантты айтам. Рекрут болу үшін қыздар, сіздер рекрут болу үшін, вы надо заслужить тағы да айтам. Сіз заслужить етпей, рекрут сізде болмайды. Мен сіздердің қалай жасайтындарыңызды білем, бүйтіп айтады қыздар. Мен бір компанияға кірдім. Енді күшті деп жатыр енді. Бір спонсорымыз бар, күні айтады, күшті деп айтады. Өзі 3 миллион теңге айлық алады. Күшті ше, сон көрші. Білмеймін әйтеуір, күшті деп атқаннан кейін жасап атық қой, көректі болса болады, болмаса қояр десеңіз қыздар, еш нәрсе болмайды. Мен постоянно сіздерге айтам. Түсініп отырсыздар ма? Ал сіз қыздар, любой адамның энергетикасы білініп тұрады ғой. Мысалы, мен біліп тұрмысыңдар, я? Арғы бетте отырып, мен қалай айтып отқанын біліп тұрсыздар, я? Мен жан жүрегіммен, шынымды, көргенімді, өзім басып өткен жерімді мен айтып отырмын. Шын айтып отырмын мен ше қыздар. Бір нәрсені қосып, немесе бір нәрсені артық қылып айтып атқан жоқпын. Қалай бар, дәл солай айтып отырмын. Енді қыздар, осы рекрутқа келген кезде қыздар, тағы да надо слушать. Егер сіздер рекрут бола беретін болса, қыздар, сіз бриллиант боласыз. Ал егер ол барлық адамда бірдей бола беретін болса, елдің бәрі бриллиант болып кетпей ма? Жердің бәрі миллионер болып кетпей ма? Алланың есебін ұмытпаңыздар. Алланың есебі бар. Санаулы адамдар миллионерлар болады. Өйткені мен шашымды кім жасайды? Мен балаларымды кім оқытады? Мені қасымды кім жасайды? Мен үйімді кім жинайды? Мен тамағымды кім істейді? Алла маған беріп тұр қыздар, Арифлейм арқылы. Мен соны жасадым, мен жеттім. Сіздер де соны ойлауыңыз керек. Барлық адам Арифлеймға жасау міндетті емес. Мен өте күшті врачтарды білем. Мен тісім жасап жатқан врачтар міне. Қыздар, олар Арифлеймға келмесін. Ол түсінбейді оны кел деген шақырған күннің өзінде. Өте күшті мұғалімдер бар. Өте мықты енді ана мұғалімдер. Өте күшті химиктер бар. Өте күшті министрлеріміз бар, қыздар. Барлық адам Арифлейм жасау міндетті емес. Алланың өзінің бір қалаған адамдары бар. Ол қалаған адамдардың ішінен барлығын Алла бергісі келіп қояды. Сынайды миллионер болуға лайықты ма, лайықты емес па деп. Сынақтан өткендер миллионер болады, сынақтан өтпегендер қайтадан жоғары төменгі сатыға өтеді. Бізге қызмет жасайды. Ал мүмкіндікті барлығымызға Алла берді. Бізді өлтіріп тірілтіп айтып жатыр. Дәл осылай сияқты қыздар, сіздерге ешкім түсіндіріп айтпайды. Менің түсіндіргенімдей. Мерейде өліп тұрып түсіндіріп жатыр ма? Дәл Мерей сияқты ешкім түсіндіріп айтпайды. Ғайза ханым өліп тұрып басқаша түсіндіріп жатыр ма? Қыздар, барлығының прямойына кіріңіздер. Ол сияқты ешкім түсіндіріп айтпайды. Хафизова Альбина күшті түсіндіріп айтып жатыр ма? Оның түсіндіргенде ешкім айтпайды. Қыздар, сіздерді жан-жақтан түрлі қылып түсіндіріп жатыр. Нұргүл түсіндірсе, может түсініп қалатын шығар, может Ғайза былай түсіндірсе түсініп қалатын шығар, может пәленше бет түсіндіріп қалса түсініп қалатын шығар деп қыздар. Енді сіздерге не керек басқа? Не керек? Не керек? Просто жасау керек болды. Тез жасасаңыз тез барасыз, жай жасасаңыз жай барасыз. Маған тез жасау керек болды, мен тез жасадым. Ал мен сіздерге қанша керек екенін білмеймін.
Может, сіз кайфта отырсыз ба, может, сен наслаждениеде отырсыз ба, наслаждениеде. Сіздің күйеуіңіз күшті ақша таба ма, мен білмеймін. Ал менің күйеуім аз ақша тапты, мен өзім ақша таптым. Маған көп ақша керек болды, мен тез жасадым. Вот разница. Мемет сіздің ешқандай айырмашылығым жоқ. Екеумізде осы компаниядамыз, екеумізде бір тапсырма, екеумізде бір бақыт, екеумізде бір система. Просто сіз жай жасап жатырсыз, мен қатты жасап жатырмын. Екеуміздің айырмашылығымыз осы ғана. Сіз діттеген мақсатқа жетесіз, бірақ қыздар, сіз жасауыңызға қарай. Жай жасаңыз, жай барасыз, тез жасаңыз, тез барасыз. Осы ғана қыздар. Рекрут деген адам тіркеу жаным. Эфир сақталады. Сіз қыздар компанияға келгеннен кейін сізге аз деп айтып жатыр. Қыздар, завершить етем, өйткені маған қазір ғана хат кеп тұр, мына завершить 58 минут, 57 минут, 56 минут деп кетіп бара жатыр. Эфирді сақтаймын, қыздар. Тағы да айтамын, қыздар, 3 шартқа орындамайынша сізде еш нәрсе болмайды. 3 шартты мен 8 айда үйрендім. Сіз қанша уақытта үйренетіңізді мен білмеймін. Қыздар, түсініп жатырсыздар ма? Сондықтан да біздің компанияның 3 шартын міндетті түрде орындаңыздар. Миларыңызды реттеңіздер, тұзды суға түсіңіздер, үйлеріңізді тазалаңыздар, миларыңызды тазалаңыздар, реттеңіздер. Таңертең тұрып бісмілләңізді бастаңыздар, 150 балды тажылдап жасап тастаңыздар. Созбаңыздар, таныстарыңыздың барлығына айтыңыздар, жар салыңыздар, мақтаныңыздар қыздар Арифлейммен. Сіздердің кішкентай еңбектеріңізді 1000 есе етіп Арифлейм қайтарып береді. Сондықтан да барлықтарыңызды Алла жаста қыздар. Мен ертең банкетте, ертең Таиландта көргім келеді. Барлықтарыңыз бірдей құрметтеймін, жақсы көремін қыздар. Келесі эфирде жүздескенше сау болыңыздар.